Ендігі орнататынымыз мына боковой стоптарды кішкентай одан кейін окно стоптарын жаздым. Енді осындай ашық тұрған кезде бірге мынандай бір кішкентай темірі бар. Бұны да бірге орнатып кетеді. Бұл алдыңғы торымыздың спиляна тросты осыған іліп ұстап тұратын. Енді замок орнатайық. Замоктан кейін бірден алдыңғы выконтачион болып кетеміз. Алдыңғы үлкен датчиктен кейін бірден спиляна тросын салайық. Өзімізге ыңғайлы болу үшін. Енді заводта әрине олай салмайды. Бірақ бұл өзімізге жолымызға ыңғайлы болу үшін. Алдымен бірден асын табайық. Бұдан кейініміз алдыңғы үлкен пары. Алдыңғы үлкен пардың әйнегін алып тастаймыз. Себебі мына жерде пробкалардың бәрі осы ішіне кіреді. Линиядағы пробка, замоктың барлығы басы осы ішіне жалғанады. Себебі су тимеу үшін, замокқа не болмау үшін. Ендігі қоятынымыз моторы. Мотормен бірге астыңғы аяқ басқыш бастапқыны бірге орнатып кетейік. Мен мына тіремішті бірге орнатып алдым, бөлек. Өзіме солай ыңғайлы.
одан кейін бір диққат қылатындарыңыз септің замогы мына тіс алдынан артына қарай келу керек. Бірден қақпағын жапсақ, бұл жақтан енгізейік. Бірден себін тартып, бағаны реттеп кетейік. Әдетте септе осындай бір аралық болған дұрыс. Әрине артқы дөңгелектің білігінің болсын қатты тартқанда рас. Септен кейін бірден қорғаныш қабын тарттық. Енді екінші артқа пружинамызды табуымызға болады. Септі реттеп алдық. Енді артқы болттарында